Қазір ғана эфир аяқталды. Екі ортада осы эфир аяқталғанша маған гүл жіберіп жатқан сондай өзіме жақын жандар бар. Маған бүгін келген мынадай әдемі гүлдер Гүлназиядан. Гүлназия маған Астанадан беріп жіберіпті. Көп рахмет. Гүлназия Жалғасқызы менің ұстазым деп айтамын. Маған қашанда өзінің қолдауын көрсетіп жүретін, осы Евразияға бірінші келген кезде үнемі қолдауын көрсеткен жан. Құрбым деп айтсам да болады. Гүлназиядан келген гүл. Көп рахмет сізге. Келесі гүл шоқтары. Менің сүйікті рекламный агентством Инсайдердан келген гүлдер. Жаңгір өзімнің менеджерім. Жаңгірден келген гүлдер. Көп рахмет. Бүгін Балқыз Ақаның туған күні, шын жүректен құттықтаймыз. Және оның құттықтауға асыл жары Дархан Мырза келіп отыр. Құттықтаймыз. Не айтасыз? Бақыт тілеймін. Мен мынандай махаббат көп сөйлемей алдым. Ассалаумағалейкум. Мен ойлайтынмын ауысқанның күйеуі қандай болады деп ше. Өйткені халықтың алдында жүргеннен кейін күйеуі қалай қызғаншақ па, қызғанбай ма деген сияқты соны көргенім. Қазір көріп қамсанып отырмын. Очень мудрый адам негізінде. Сразу көрдім, энергетика сезіліп тұр негізі. Достар, қайырлы кеш, қалайсыздар? Мен үйдемін уже. Келіп тамағымды жылытып алып жейін деп тұрмын. Сіздерге бір обратный связь ретінде сұрақ қойыңызшы деп жатырмын да. Сіздерге мен қандай стористер көп салайын? Алдыңғы қарым-қатынастарым туралы кішігірім бөлісейін ба, немесе мысалға жаңағы осы уақытқа дейін неге жеттің дейсіздер ғой, сол кезде ақшамды не нәрсеге жараттым деген сияқты сол нәрсемен бөлісейін ба, уходпен бөлісейін ба, не нәрсемен бөлісейін, соны мына жерге қазір тастап кетемін да. Жаза кетіңіздер, сіздерге не интересно. Просто кейде барлық нәрсені айта берейінсем бір мақтанып атқан сияқты боламын ба деймін да, и сол үшін барынша көп нәрсені көрсетпеуге тырысамын да, типа ұялам деген сияқты. Сол үшін сіздер өздеріңіз мына нәрсемен бөліс, уход болсын, спорт болсын, білмеймін енді қандай, чем я могу вам быть полезной деген сияқты сұрақ қой. Жақсы, өзіңіз қалайсыздар? Аяның қолына қараңыз, құрметті көрермен татуировка жасады. Жоқ, бұл әшейін временный накидка ғой. Уақытша. Иә, әшейін. Мадиналы. Жақсы. Күшті. Романтикалық кездесулер болып жатыр ма? Әлеуметтік желіден көріп қалам. Иә, енді барынша айтады ғой шынымен де. Жаңа Дихан да айтып кетті, қызға қандай керемет еркекше қадамдар жасайсың, соншалықты одан отдача аласың дейді ғой. Дәл солай шынымен барынша енді қолдан келгенше, қолдан келмесе де істеп жатырмыз. Соған қарай отдачасын алып жатырмыз. Қыз өте жақсы, Мадина бәрі жақсы. Жұпты қара қатынас өте керемет тануда. Енді кейін ортаға шықса айта жатармыз енді. Жұпты қара қатынаспен таныста жүрген ара қатынас екі түрлі ма? Әрине екі түрлі. Таныстықта жүрген ара қатынас деген ол деген сол жұптыққа қарай лесенкамен көтеріліп келе жатқан нәрсе ғой. Ол кезде бір-біріңе кішкене қатты өтпейсің. Ал жұптық ара қатынасқа келетін болсақ, ол жерде кішкене бір-біріңе қарай более жақынырақ боласыңдар, бір-біріңе ойларыңды айтасың толығырақ, болашақ жайлы сөйлесесің деген сияқты уже сондай дүниелермен айырмашылықтары өте көп. Және де арадағы кішкене барьерлар алынады да, адамдар ойларын ашық айтып бір-біріне жақындаса түседі. Кейде жастарым бір-бірін түсінбей жатады. Өзіңіз де бағана бағдарлама басында көрдіңіздер, естімей жатады. Сол кезде не істеуге болады? Мен ойлаймын, осыған дейін түсінген нәрсе негізінде сөйлесу керек. Адамдар сөйлесу керек. Ашық. Иә, ашық сөйлесу керек. Еркектің иногда глупостарын көз жұму керек та, ал қыздардың жаңағыдай қасықтықтарына, еркеліктіктеріне көз жұмып көтере білу керек еркек. Сонда ғана ол жерде бір гармония пайда болады деп ойлаймын. Еркектің, по-любому еркек болғаннан кейін кейде бір нәрсені жақсырақ жасаймын деп ойлап қаласың, немесе бір жерін қате жасаймын деп кішкене дұрыс емес жасап қаласың деген сияқты. Сол нәрселердің барлығын дұрыстасақ, қыздар да жақсы дүние. Сіздерге бүгін бір тақырыпты қозғағым келіп тұр. Махаббат деген не? Неткен қиын сұрақ. Өте қиын сұрақ, бірақ менің ойымша ең алдымен бұл бір-біріңе деген сыйластық. Және де бір-біріңнің деген границаңды уважать ете білу деп. Өйткені әрбір адам өзімен өзі туған, сен оны қалай бар солай жақсы көруің керексің. Егер де жақсы көре алмасаң, ол жерде ешкімнен махаббат шықпайды деген секілді ғой. Иә, уступкаға бару керек әрбір жерде, бірақ деген ол уступкаға бара алмайтын, не болмаса өзінің қалап тұрған дүниесі болса, оны талап етіп адамды өзгертудің қажеті жоқ. Түсінікті.
махаббат деген не? махаббат деген ол екі жанның бір біріне деген ғашық болуы, бір бірін іздеуі, қайда жүрсе де сол жанды ойлауы. Мысалы жігіт болып бізге де внимание беріп, бізде внимание қалаймыз. Мысалы бізде ауырып қалған кезде, қалыңыз қалай ауырып жатқан жоқсыз ба, дәрі іштіңіз ба десе, біздің соның өзі қыз баласын бізге соның өзі жетеді. Енді жастар кейде бір бірін түсінбей жатады, ренжіп жатады, естімей жатады. Бағанада таныстықтар болып жатқан жұптарда сонда бір проблемалар болып жатқанда не істеу керек? Сол нәрседе айтайын, қыз балалары негізі еркектер көп нәрсе проблемаларымыз болады ғой деп, ал жігіттерде проблема ол үлкен проблема болады, кішкентай проблема, ортанша проблема болады. Үлкен проблема жігітте болған кезде жанындағы мәселелерді ұмытасың. Сол проблема, отбасылық проблема ол үлкен проблема. Сол проблеманы шешіп алсақ екен, қалай соны шешіп алғаннан кейін барып, сол кезде қасыңыздағы жұптап жүрген адам өзіне керек заттарын айтып қалатын болса, ауырып жатырмын, дәрі әперіңізші десе, оны істейсің. Всем привет, қалайсыздар? Бүгін мен бота құрбыма шықтым. Қазір Альмираны күтіп отырмын. Қыс келейін деп жатыр екен, бірақ енді біз бакатпен бару керекпіз, потому что қаланың ішімен жүрсек біраз уақыт болайын деп тұр. Сосын маған кім келді десеңіздер, мына жақта Альмира ханым келді, мына қараңыздар. Ой, Зухра ханым келді. Зухра мис келді. Фигурасының өзі деген от жанып тұрған қыздар дейтін сол болып тұр ғой. қалай құрбымыз ауырып жатқанда келдім. Керек дегенбіз кеше. Әйтпесем хайбай көтерейін деп жатқан ғой. Мыналар қақта деп ше. Сторисқа шығайын деген ғой, жалып отырса екен. Интервью беріп жүрмей тұрып келдім. Әйтпесем бір өзгеріс айтайық па? Ақбота ағасы қатты қыздар. Аппендис. Жақсы жағына жараспайсыз, жағына жарасты. Құдай сақтасын. Ол бәрінің басынан өтетін жағдай. Аппендисит деген. Менде де болған аппендисит көп қыл жеп қойған ғой, екеу мусор жеп ше жаңағыдай. сіз болғансыз ба деп. Құдай сақтасын. Мен тек асыл нелерді ғана теріп жеймін десеңші. Мен тек қана мөлдір сондай балығымды. Мөлдір бұлақтың суын ішіп. Сіз ғой астықтың суын ішіп кете береміз. Сен жаппайын аяқтаспаңда көтер. Мына больницаға келгендер Құдай сақтасын. Манезия ішіп кетіңдер айналайын. Соға аяқ асты ішіп кеткенсіз ғой, күтпеген жерден ше. Ертең не болатын бір Құдай біледі деген осы болып тұр. Көрінді ма? Бар кезде бағалаңдар. Кеше ғана адамда шауып жүрген адам едім. Бағалаймыз. Шаппай қалатын адам. Күлдіртпеңдер, піштірілген адам құсап. Қыздар қазір Альмира келеді уже. Кстати, есік алдын сразу заодно көрсете салайын. Мына жақта менің машинамның дөңгелегі тұр. Дэннидің мотоциклі, велосипеді, коляскасы. И мына жерде уже келіп тұр, қалайсыңдар қалым? Тура білгендей сторисімді ашыппын ғой, қалайсыңдар? Жақсы, өздерің қалайсыңдар? Күштіміз, күшті. Айбай, біздің районға келіп қалды. Бүгін Альмира екеуміз бота құрбымыз барайық деп жатырмыз. Машинамды енді қыздырайын деп Мына жақпен шығу. Біз көршіміз ғой, кстати, 15 ақ минут арамыз. Иә, тура қасымызда тұрады. Пока, бірге. Пока-пока.